Кім болсам екен? Дәрігер болсам, қаннан, уколдан қорқамын. Ал шахтер болсам, таңертеңнен кешке деген жердің астында жүру керек қой. Ұшқыш болсам, туыстарымның бәрін ұшыру керек болады. Ал депутат болсам ше, ақшаның бүкілі жаңбырша жауады ғой. Ай, жоқ, ақыры ойладым. Осы мамандықтардың бүкілі ұстаздың алдынан шықпай ма? Жоқ, менің дәрігер болғым келмейді, алдаған соң үмітті. Жоқ, менің ұшқыш болғым келмейді, жараладың жүректі. Жоқ, менің шахтер болғым келмейді, мен биікке өрлеймін. Жоқ, менің ұстаз болғым келеді, ақтайтындай үмітті. Көздерінде мейірім бар, шуақ шашқан жүзіңде, сабыр менен үйретесің, білім берген сөзіңде. Асау жүрек талмас еңбек, өмірге жол салатын, арман болып биік шыңдар, білім менен жаратын. Ұстазым, саған сенгім келеді, сен берген соң білімді. Ұстазым, саған сенгім келеді, сен аштың ғой зейінді. Құрметті ұстаздар мен оқушылар, мен Елдос Сметов, дзюдодан әлем чемпионы ретінде сіздерге үлкен құрметпен үн қатқым келеді. Мен сіздерге бір маңызды нәрсені айтқым келеді. Әлем чемпионы болу мектеп табалдырығынан басталады. Менің спорттық жолымның негізі де мектеп қабырғасында қаланды. Өйткені мектеп тек білім ордасы емес, мінез бен ерік-жігердің шыңдалу алаңы. Бүгін мен өз кәсібіне адал, шәкірттерін спортқа баулып жүрген Бауыржан Момышұлы атындағы жалпы білім беретін мектептің дене шынықтыру пәнінің мұғалімі Көшкінбаев Абылай Дулатұлына үлкен сәттілік тілеймін. Абылай Дулатұлы спорт арқылы өмірлік ұстаным мен табандылықты үйретіп жүрген нағыз заманауи ұстаз. Баршаңызға қажырлы еңбек, мықты рух және жаңа жетістіктер тілеймін. Чемпиондыққа бастайтын жол дәл бүгіннен басталады. Ізгі тілекпен Елдос Сметов, дзюдодан әлем чемпионы. Мен Көшкінбаев Абылай Дулатұлы, Бауыржан Момышұлы атындағы жалпы білім беретін мектебінде 2021 жылдан бастап дене шынықтыру пәнінің мұғалімі болып қызмет етіп келемін. Мен үшін спорт пен білім егіз ұғым. Білімсіз спорттың бағашылмайды. Қыран түлегіне қайыспас қанат сыйлайды, ал ұстаз шәкіртіне талмайтын талап сыйлайды демекші. Мен өз оқушыларының бойларына физикалық дайындықтармен қатар күш пен жігерін қалыптастыруға үздіксіз жұмыс істеп келемін. Соның арқасында оқушыларымның нәтижесінде көптеген түрлі сайыстар мен жеңістерді жеңіп үлкен жетістіктерге жетуде. Асықтың 8 қыры бар. Сол сияқты мұғалім де жан-жақты болу керек деп ойлаймын. Білімді, икемді, кәсіби, заманауи, бай тұлға ретінде үнемі дамып, үздіксіз жұмыс істеу қажет деп есептеймін. Қанекей балалар, мен сендерді қазақтың ұлттық ойыны асық ойынына шақырамын. Асық ойынын ойнамас бұрын біз асықтың түсу ретін есімізге түсіріп алайық. Мінекей Еркенұр,
қарап отырғандай асығың алшысынан түсті. Бұл дегеніміз сенің сәттілік серіктесің болады деген мағынаны береді. Асығым алшы түскендей мақсатыма тура ұмтыламын. Оқушыларға тепе-теңдік пен үйлесімділік арқылы өмір сүрудің маңызды екенін көрсетемін. Ағай, менің асығым тайке түсті. Өте жақсы. Тайке түсті дегеніміз ол тепе-теңдіктің белгісі. Яғни асығым тайке түскендей мен оқушыларыма тепе-теңдік пен үйлесімділік арқылы өмір сүрудің маңызды қажет екенін көрсетемін. Мен де асығымды еріп көрсем бола ма? Қанеке еріп көрші. Менің асығым бүк түсті. Өте жақсы. Бүк түскеніміз қарапайымдылықтың белгісі. Асығым бүк түскендей қарапайым жаттығулардан үлкен нәтижеге жетуге болатынына нық сенімдімін. Яғни әрбір жеңіс кішкентай қадамнан және табанды қадамдардан басталады деп ұғамын. Қарап отырсаңыздар балалар, асық бүк түскендей тура сондай асық шікте түседі. Бұл дегеніміз шапшаңдық пен тапқырлықтың белгісі. Асығым шік түсті дегендей оқушылардың бойында шапшаңдық пен тапқырлыққа үйретемін. Ағай, мен асығым омпы түсіп қалды. Асықтың омпы түсуі бұл қиындықтың нышаны. Бірақ та сен мойыма, қайтадан еріп көрші. Асықтың омпы түскендей мен қиындықтарға мойымай тек қана алға ұмтыламын. О, ағай, менің асығым сомпы түсті. Өте жақсы. Асықтың сомпы түсуі бұл көшбасшылықтың белгісі. Асықтың сомпы түскендей мен тек алдыңғы қатарда болуға тырысамын. Оқушылардың бойында тек қана физикалық дайындығын емес, сондай-ақ теориялық тұрғыда сабақтарында интерактивті тақта, Fit Light Trainer, Smart Coach Pro және де QR тесттер арқылы оқушылардың спортқа деген қызығушылықтарын арттырамын. Оқушылар, міне, бүгін біз тағы да асықтың түсу ретін есімізге түсірдік. Сендердің де асықтарың әр сайыста алшысынан түссін деп тілеймін. Себебі алшысынан түскен асық бұл жеңіс пен табыстың белгісі. Мен де бүгінгі додада өз асығымды алшысынан түсіруге келдім. Әр қимыл, әр жаттығу үлкен жеңістердің бастауы екенін ұмытпаңдар. Жеңіс жолы бұл табандылық пен еңбек жолы. Өзгелерден дара туған, жеңіс үшін жаратылған. Бабасының қайсар рухы жүрегінде қанат болған. Сабақ беріп шабыттанам, жарыс жолын бағыттанам. Қастерлі мектебімнің қорғаймын ар намысын. Намысын қолдан бермес ұстазы мектебімнің. Қастерлі алашымның қорғаймын бар асылым. Намысын қолдан бермес қазақтың баласымын.